Қазақстандық ғалым Жұмабай Бакенов басқарған команда жүйеде кездесетіндердің ішіндегі ең жоғары сыйымдылығы бар құйма иондық күкіртті аккумуляторларын құрастырды. Ол жоғары экологиялылығымен және қауіпсіздігімен ерекшеленеді. Қазіргі таңдағы электромобильдер және сақтау жүйесіндегі аккумуляторлардың сыйымдылығы төмен. Сонымен қатар оларда қымбат токсинді материалдар бар. Сондықтан оларды кеңінен қолдана алмайды. Біздің құйма иондық күкіртті аккумуляторлар өзінің жоғары сыйымдылығымен экологиялық және арзан компоненттерді пайдалана отырып, аталған кемшіліктерді 10 есе артығымен жоя алады. Әр аккумулятор катод және анодтан құралған. Олар электролитте орналасқан. Электрохимиялық реакция әртүрлі потенциалдарды аккумулятордың түйіспесінен жасайды. Бүгін құйма күкіртті элемент қорегінің мүмкіндігі белсенді зерттелуде. Олар құйма иондықтарға қарағанда неғұрлым сыйымды, бірақ құйма ионды күкіртті одан да жақсы. Өзгешеліктері: теріс электрод ретінде металды құйма орнына литеролды графит қолданады. Аккумулятор құны төмен, ал сыйымдылығы жоғары. Құйма ионды күкіртті аккумуляторлардың жоғары сипаттамасы оларды көп салада қолдануға мүмкіндік береді. Мобильді гаджеттер өндірісінен бастап, электротранспорттан әскери қажетті құрылғыларға дейін. Жоспарда пилотты өндіріс жасау және көп сыйымды аккумуляторлар құрастыру.